Баршаңызға қайырлы күн, келе жатқан Наурыз мерекесі және де Рамазан айы баршаңызға құтты болсын. Бүгін осындай зебра пирогының рецептісін сіздерге көрсеткім келеді. Бұл рецептпен жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз осындай үлкен болып көтеріліп, әрі дәмі де өте керемет болып шығады. Бұл рецепті мен өзім көптен бері қолданып келемін, сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаның үстіне қантты салып, қантымыз ерігенше жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне қаймақ саламыз. Мен дүкеннің 20% қаймағын қолдандым. Одан соң ерітілген сары майды құйып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 1 шай қасық ас соданы ұнның үстіне салып, електен өткізіп салатын боламыз. Егерде ұнды електен өткізіп салсаңыздар, пирогтарыңыз үлкен болып көтеріледі. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, аз-аздан сала отыра араластырамыз. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Достар, осы видеоны өз жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осы қазақша контентті әрі қарай дамытуға сіздерден үлкен қолдау күтемін. Массамызды теңдей етіп 2 ыдысқа бөліп аламыз. Содан соң бірінші ыдысқа 2 ас қасық какаоны салып, миксермен араластырып аламыз. 2 ыдысымызға 2 ас қасық арнаймыз. Пергамент қағазы төселген формаға массамызды екеуін алма-кезек осылай видеодағыдай 2 ас қасықпен құйып шығатын боламыз. Менің формамның диаметрі 26 см. Одан кейін таяқшамен немесе шпажкамен осылайша әдемі қылып әсемдейтін боламыз. Сөйтіп 180 градуста 40-45 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Пирогтың пісіп-піспегенін шпажкамен тексеріп қарағандарыңыз дұрыс болады. Егерде құрғақ болып шықса, онда толықтай піскен болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Енді отырып әдемілеп шай ішсек те болады. Сіздерде осы рецептпен жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.